Студенттік сессия дегенің төсегің мен оқу құралдарың бір үйде тұрады, бірақ бір-біріне сәлем бермейді дегендей әзілдерімізді бастайық. Балалар, үйге сіздің әйеліңіз арқылы кіріп жүр. Бұл кәдімгідей Троян аты ғой. Дәрігер мырза, мен адам танымаймын. Мүлде түсінбеймін оларды. Мен дәрігер емеспін, бауырым. Қымбаттым, кешкі асқа не дайындайын? Маған бәрібір. Жақсы. Онда аш қарынға ұрсатын боламыз. Бензин құйып жатқанда бір нәрсе көзге түсті. Тек ер адамдар ғана пистолетті шайқап барып орнына қояды екен. Әдет пе, табиғат па, кім білсін? Қымбаттым, біз бір кезде бай боламыз ба? Әрине, мен тіпті жолында білем. Қандай? Ажырасу мен алимент. Белоснежка дәрханада. Маған 14 презерватив беріңізші. Қызым-ау, неге керек сонша? Гномдарға ғой, поликлиникаға бахилсыз кіргізбейді екен. Қымбаттым, мен тыңдадың ба? Иә. Онда мен не дедім? Бірден айттың, мен сені тыңдамайсың деп. Екі подружканың әңгімесі. Жұмыстамын. Үйде отырған күйеуіме хабарласып тұрадым. Не істеп жатырсың? Сенің жұмысыңды істеп жатырмын дейді. Қуандым ғой. Ой, тамақ жасап, еден жуып жатқан шығар деп ойладым. Үйге келсем, шоколад жеп отыр. Күйеуі әйеліне. Менің жейдем қайда? Мен оны лақтырып бердім. Мен оны үйленгенде киіп едім ғой. Енді уақыт өте ол ескіріп, түрі қорқынышты болып кетті. Солай ма? Өзіңді де лақтырмадың ба онда? Таксист қала ішінде бір әйелді алып алып, зуылдатып айдап келеді. Қызыл жарыққа да тоқтамайды, көліктерді де кесіп өтеді, нағыз лихач. Әйел шыдай алмайды. Ағай, абайлап айдасаңызшы, үйде мені күтіп отырған 8 балам бар. Сонда таксист таңданып артына қарап, 8 балаңыз бар болса, енді сақ болуды маған үйретіп жатырсыз ба? Өте қатты ауырып жатқан қарт әке 3 ұлына бар байлығымды ең жалқауыма қалдырамын депті. Әуелі үлкен ұлына. Ербол, бері кел. Ербол қасына келеді. Айтшы, егер сен жолмен кетіп бара жатсаң, жерден $100 көріп қалсаң, не істейсің? Егер ол ақшаны аяғымен көтере алмасам, кейінірек еңкейіп алам. Ал алыс жатса, қоя салам, деді. Әкесі басын шайқап екінші ұлына. Айдар, бері кел. Айдар келеді. Ал сенше, жолда кетіп бара жатсаң, жерде $500 жатса, не істейсің? Әке, егер жел соғып, ақшалар өзіме қарай ұшып келмесе, ол мен келмес деді. Жарайды. Соңында үшінші ұлы Нұржанға. Нұржан, балам, бері келші, саған да бір сұрақ бар. Сонда Нұржан төсекте қозғалмастан. Әке, өзіңіз келіңіз.